халықаралық әуежайға ресми түрде Ахмет Байтұрсынұлының есімі берілді. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайыловтың туралы қаулысы нормативтік құқықтық актілер ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланды. Әуежайға Алаш көсемінің есімін беру туралы бастаманы әуежай қызметкерлері көтерген болатын. Кейін бұл ұсыныс депутаттар тарапынан қолдау тапты. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ ағартушысы, ғалым, ақын, аудармашы. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, Алашорда үкіметінің мүшесі. Әлемдегі әдебиет кейіпкерлеріне қойылған ескерткіштер. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» хикаятының бас кейіпкері Қожаберген Қадыровқа қойылған ескерткіш. Айна алдында өз-өзінен есеп алып отырған Қожаның мүсіні Нұр-Сұлтан қаласындағы Жетісу саябағында орналасқан. Ескерткіштің жалпы биіктігі 1 метр 83 сантиметрді құрайды. Гранит және қола материалдардан жасалған. Мүсінші Талапхан Азамат, ал идея авторы Мұрат Қожамқұлов. Льюис Керролдың атақты шығармасының кейіпкерлеріне қойылған ескерткіш Нью-Йорктағы орталық саябақта орналасқан. Оны филантроп Джордж Делакорте тапсырысымен жасатып, саябаққа сыйға тартқан. Үлкен саңырау құлақтың үстінде отырған Алиса етікші қоян мен мысықтың бейнесі саябақта 1959 жылы пайда болды. Кейіпкерлер кітаптың бірінші басылымында қолданылған Джон Таниелдің иллюстрацияларына